құрметті ағайын. Мынау Асанәлі ағам бас болып, анау жақта қоғам қайраткері Амалбек Тішанов ағамыз келіп отыр. Дәулет Тұрлыхановтай қазақтың алыбын дүниеге келтірген Мәрзия апамыз келіп отыр. Осыншама халықтың мына жерде тіресіп жиналуы, бұл тақиялы періштеге деген махаббат, тақиялы періштеге деген халықтың сүйіспеншілігі. Сондықтан да осы тақиялы періштені халықпен қайта табыстырған ұжымға рахмет айтып, үшінші бөліміне түгелдей атсалысайық дегім келеді. Біздің атамыз қазақ айтқан ғой, басыңнан бақ кетпесін деп бата береді ғой. Сондықтан мынау біздің Найзабек көрші бауырларымыз кешегі 11 жылда бастаған екен өздерінің айыр қалпағын. Бүгінгі таңда 16 жылы заңдастырып, кәдімгідей бұл кісілер қалпаққа деген құрмет, қалпаққа деген өздерінің махаббаттарын бүткіл өзінің мемлекеттің түкпір-түкпірінде кәдімгідей үлкен бір деңгейде көтеріп жатыр. Біз неге сондай болмасқа деген ой келіп, осы кезіндегі Шәкен ағамыз бекер айтпаған шығар, Асаға, мынау тақиялы періште деп. Сондықтан осы біздің тақиямыз, ұлттық дәстүріміз мынау ұлы даланың 7 қырының ішінде де бар. Сондықтан бүгіннен бастап болашақта сіздер болып, біздер болып, халқымыздың ұлы тақиясы деп бір күнді мерекелейтін болсақ болашақта, соны ары қарай жалғастыратын болсақ, соны ары қарай біздің жастар алып кетіп, соны бірге тойлап, ұлттық бір құндылығымызға айналатын болса, мен ойлаймын, ол бүгінгі таңда сіздер мен біздердің жетістігіміз деп түсінемін. Сондықтан тақияларыңыз құтты болсын, тақияларыңызды бастан шешпеңіздер, тақияны киіп жүріңіздер, тақия сіздерге бақ береке келеді. Қазір кинода да көресіздер, тақия киген адамдардың барлығы кім болатын, қандай адам болатындарын. Сондықтан тағы да сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Уақыттарыңызды бөліп келіп отырғандарыңызға, жақсылап демалыңыздар, жақсылап көріңіздер. Сіздер ақ десеңіздер де, қара десеңіздер де, барлығын біздің тарапымыздан ақыл кеңес деп мен солай қабылдаймын. Сондықтан барлықтарыңызға тағы да үлкен рахмет. Всем спасибо. Барлықтарыңызға рахмет. Қолдауы күшті болсын. Осындай халықтың азаматтары мықты болсын. Азаматтар алда көбейе берсін. Ана тақияның өзін ойлап толбатқан көрмейсің бе, Құсбан бауырының. Тақияның өзі біздің қазақтың мына елден жылдан жылға келе жатқан, атадан балаға мұра болып келе жатқан мирастарының бірі. Сондықтан осы тақияларымыз қарқылмасын, тақиямыз кеңейе берсін, тақиямыз тек дәулетті болсын. Осындай дәулетті болсын. Рахмет сіздердің барлықтарыңызға келіп отыр. Мен бұл фильмнің желісі рухани жаңғыру, ұлы даланың 4 қыры соған сәйкес келеді. Назарбаевтың сөздеріне қарағанда сәйкес келеді. Жастарға үлгі өнеге болсын деген ойымыз ғой, жастарға. Негесен қосылып жатады, ажырасып жатады. Баяғыда аталарымыз жесір болмаған, жетім болмаған, соған қарап, уайымдап жүруші, мен мынау жалғыз фильм жастарымыз ұнаса, жастарымыз үлгі өнеге алса, біз еңбегіміз ақталды деп ойлаймыз. Шәкен ағаның айтқан үлгі өнегесі бар, Әмин апаның айтқан үлгі өнегесі бар, соны араластырып, мидан өткізіп, жүректен өткізіп, осы тақия періште бір сондай болса екен деген ойменен сүрдік. Енді халық бағасын өздері береді ғой. Осман аға жалпы тақиялы періште енді бұрынғы кино кәдімгі тарихи кино болды, халықтың көңілінен шықты. Жалпы жалғасын түсіру ойы қайдан келді сізге идеясы? Жалпы мынандай үлкен жобаны жалғастыру сізге бір қорқыныш туғызған жоқ па? Енді адам баласымыз ғой, пендеміз ғой. Болды үрейлер, болды қорқыныштар. Одан кейін мынау қазір көріп отырсыздар, Әлімғазы ағамыздың өзінің көз тірісінде соғысын алып қалу болды. Біріншіден ең негізгі мақсат. Соғысын қайтадан осы елмен, қоғаммен, өзінің осы кешегі сүйікті көрермендермен қауыштыру болды. Ол, мен ойлаймын, ол
жалғасын тауып жатыр. Екінші әңгіме мынау біздің салт дәстүр, өзіміздің соларды дәріптеу, біздің мысалы үшін қорпақ, соған дейін көңіл бөлу, одан кейін мынау біздің бүгінгі тақиямыз мысалы үшін, осылардың бәрін біз не үшін өмір сүреміз? Осы ертеңгі, бүгінгі жастарымыз үшін, солардың дұрыс көзқарасы, солар дұрыс аяқтарын алып жүру үшін сол негізгі мәселе. Жақсы, түсірілім уақытына жалпы қанша уақыттарыңыз кетті осы түсірілімге? Енді мен басқа жұмыстармен араластырғанда болған сол 15 жыл біз негізі түсіріп алғанбыз. Бірақ 16 жыл басқа уақыттармен болмады уақыттар. Содан кейін осы 17 жыл бәрін бітіріп, содан Москвада бітірдік. Москваға апардық, одан осы неге келдік. Питерде қайсы еттік. Осындай жұмыстар. Одан кейін кино көріп отырып, залдан ойлайды, кино түсіріп болмайды. Оның бәлебай қырлары, сырлары. Одан кейін мен бірінші рет түсіріп отырған соң көп нәрсе түсініксіз, соның бәрін түсініп, соның бәрін реттеу, сол ұзаққа созылды. Жалпы енді мынау бірінші кино Тақиялы періштенің алғашқы нұсқасын алып қарағанда, жалпы оның ол кезде көрермен бөлек. Бүгінгі көрермен бөлек, бүгінгі заманауи кезде жастардың десеңіз, жаңа өзіңіз айтып жатсыз, жастарға ұнайды деп. Жалпы бүгінгі көрерменге несімен ұнайды деп ойлайсыз жалпы? Несімен ұнайды деп мен оны айта алмаймын. Оны мен біреуге ұнау үшін, ұнамау үшін жасап отырған жоқ. Менің осы жастарға деген көзқарасым, жастарға деген бір мағынасы бар дүние қалдыруда. Ойланатындай жастар. Ойланып, енді бір 10 адамның ішінде біреу ойланса жаман болмайды. 100 адамның ішінде 10 ойланса жаман болмайды. Сондай ой түрткі болды. Бірақ енді біреуге ұнау үшін, біреуге ұнамау үшін, оны халық өздері бағасын береді. Жалпы бүгін келген қонақтарға тақияны таратып жатсыздар, жалпы. Бұл да бір біздің ұлттық бүгінгі брендіміз десек болады. Жалпы бұл ой қайдан шықты сіздерге? Енді осы тақырыптың өзі айтып тұр ғой, тақия деп. Жаңа айтып кеттім, мысалы үшін мына көрші бауырларымыз қырғыз елі 11-ші жылдан бастап өзара тақияны дәріптеп жүрген. Содан дәріптей келіп 16 жылы қазір заңдастырып бітірді. Қазір тақия өздерінің айыр қалпақтарына деген көзқарасы, махаббаты, оларға деген ішкі жан дүниесі, енді бағың басыңнан кетпесін деген сияқты неше түрлі баталар берді ғой. Сондай баталардың біреуі болып жалғасып, әрбір қазақтың ұл қызы осы тақияны киіп жүргенде, мейлі қай жақтан болсын, көргенде айтатын болсын. Мынау қырғыз емес, мынау Қытай емес, кәріс емес, жапон емес, бұл таза қазақтың ұлы мен қызы деп тақиямызға қарап, баға беріп жүретіндей күндер көп болсын деп айтқым келеді. Қазақтың қазіргі таңда қаншама жастарына, қаншама ұл қыздарына үлгі болып, соған өзінің білімін, өзінің өмірдегі жиған тергенін беріп отырған ортамызда Сатыбалды ағамыз Нарымбетов отыр. Егер рұқсат болса, соғысын шақырып, осы менің атым емес, сіздердің барлықтарыңыздың атыңыздан осы ағамызға елім деп соғар жүрегім деген, оны кейін әлемге дейміне осы тәуелсіздік алғаннан бері осы қазақ тілін дәріптеп, қазақтың салт дәстүрін тағы қаншама үлес қосып келе жатқан осы мемлекетімізге, қоғамымызға, осы Сәкеге ағамызға ұқсат болса осындай бір марапаттап жіберсек. Алған беттерің дұрыс, солай актерлар составы, режиссурада кішкене олқылықтар бар, оның бәрін түзерсіңдер келешекте. Жанры комедия болсын, ел күлетін. Бұл өзі басында Шәкеңнің бүкіл қазақ фильмде 2-ақ комедия бар. 2-ақ фильм бар. Біреу осы Тақиялы періште, екіншісі біздің сүйікті дәрігер. Енді осы соның жолын жалғастырып, еске түсіріп атқандарға рахмет. Тағы да құттықтаймын.